Муфти болдыңыз, елімізде қаншама көптеген мешіттер бар, Аллаға шүкір. Рухани салада ілгерілеушілік бар. Бірақ дегенмен бұрын Құранда төр келіп қоятын, немесе жаңағы адам бір өмірден өткенде оқылатын кітап деп қана қарастыратын еді. Қазір сол деңгейден қаншалықты көтеріле алдық қазір? Сол жағына бір ауыз айтсаңыз. 90-шы жылдары алғаш міне Алматыда бір ғана мешіт болатын да, сонда жұма сайын мешітке келу өзінің енді бір мұсылмандық міндеті секілді ғұрып ретінде, дәстүр ретінде болды да, адамдар сол кезде ескі мешіт бар, соның жанында Құран оқыту үшін тіпті кезек күтіп тұратын еді. Сондағысы келді, имам Құран оқиды, жаңағы жәшікке садақасын салады да, бетін сипатта кетті. Ол жердегі құрмет, ата бабасының әруағына бір құрмет Құран оқытып бағыштау үшін соны бір үлкен бір жеңілдеп қалдым деп кәдімгі сондай сезіммен кетіп отырды. Енді қараңыз, 2000 жылға келіп сол садақа беріп Құран оқытып қана шектеліп жүрген адамдар Алланың бұйырылған істерінен бұйырылып, тыйылған істерінен тыйыла бастады да, намазға, құлшылыққа, оразаға 5 парызды орындай бастады. Деңгей көтерілді ғой. Әрине, мына кезеңнен екінші кезең өтті. Ал енді сол кісілер бүгінгі міне 21 ғасырдың алғашқы 20 жылдығына келіп, олар енді ары қарай ізденіп, сол имандылықтың, мәңгі өмірдің, бүкіл тіршіліктің иесі жаратушы Алла Тағаланың қасиетті Құранын ақыл иелері үшін даналықты насихаттай бастады. Мен ойлаймын, Құран жаңағы қасиетті құрмет тұтып, сакралды дүние ретінде құрметті тұтып, төрге іліп қоюы оқи алмаса да, ол бабалардан келе жатқан, басымыздан неше алмағайып сынақ замандар өткен кезде, тыйымдар көп болған замандарда оқи алмасақ та құрмет тұту қалпымен қалды. Яғни дәстүр секілді болып келді. Ал енді Аллаға шүкір, азаттықтың аман есен осы күнімізге жеткен кезде Аллаға шүкір, енді біз төрдегі Құранды төбеге көтеріп, жаңағы қолға ұстап, бұны оқып, ішін зерттеп, зерделей бастадық.